Бізден минус 3х квадрат қосылған 10х азайтылған 3 тең 0 теңдеуін шығаруды сұрап жатыр екен. Бұл теңдеуді біз квадраттық теңдеудің түбірін табу формуласымен есептеп шығарамыз. Ең алдымен теңдеудің өзін жазып алайын. Яғни ол бізде минус 3х квадрат қосылған 10х азайту 3 тең 0. Ең алдымен квадраттық теңдеуіміздің жалпы түрін еске түсіріп алайық. Квадраттық теңдеудің жалпы түрі ол бізде ax квадрат қосылған bx қосылған с тең 0. Және де біздің теңдеуіміз осындай түрде болған кезде біз теңдеудің түбірін былайынан деп жазсақ болады. Ол бізде x тең минус b плюс минус түбір асты b квадрат азайтылған 4ac және де бөлшектің бөлімінде бізде 2a болады екен. Яғни осы жазғанымыз бізде квадраттық теңдеудің түбірін табатын формула болып саналады. Және де осындай кезде бізде 2 жауап шығады. Яғни x1 және x2. Себебі біріншісінде сіз плюс арқылы және де екіншісін минус арқылы есептейсіз. Ал ендеше осы жазған формуламызды теңдеуімізге қолданып көрейік. Бұл жердегі a бізде минус 3, b дегеніміз ол бізде 10, ал с дегеніміз бізде минус 3 болады екен. Осылайша тапқан a, b, с-ны формуламыздың орнына қойсақ, бізде x тең минус b, яғни ол бізде минус 10, келесі бізде плюс минус, түбір астын жазып алайық. Осы жердегі b квадрат, яғни 10-ның квадраты ол бізде 100 азайтылған, келесі бізде 4ac, сонда бізде 4 көбейтілген минус 3 көбейтілген минус 3 болады екен. Ал бөлшектің бөлімінде бізде 2a, ол яғни бізде минус 6 ғана болады. Ары қарай есептесек, бізде минус 10 плюс минус түбір асты 100 азайтылған 36, ал бөлшектің бөлімінде бізде минус 6 қалады. Ары қарай есептейміз, ол бізде минус 10 плюс минус, яғни осы жерде біз 100-ден 36-ны азайтып жібереміз. Осы сәтте бізде 64, бөлшектің бөлімінде минус 6. Осылайша біздің x-ымыз минус 10 плюс минус 8 бөлінген минус 6 болады екен. Енді біздің келесі амалымыз осы тапқан жердегі x-ті бірінші плюс, екінші минус деп есептеп көрейік. Ең алдымен плюс жауапты қарастырайық. Сол кезде бізде минус 10 қосылған 8 бөлінген минус 6. Ал осы жердегі минус 10 қосылған 8 ол бізде минус 2 болады. Бөлшектің бөлімінде минус 6. Ал және біз минус санды минус санға бөлсек бізде жауап плюс болады да, жауабымыз бізде 3-тен 1 болады екен. Ендеше минус жауапты қарастырайық. Ол бізде минус 10 минус 8, ол бізде минус 18 болады, ал бөлшектің бөлімінде минус 6 болып қала береді. Осы кезде минус 18 бөлінген минус 6, минусқа минус ол бізде плюсті береді. Осылайша біздің жауабымыз 3-ке тең болады. Көріп тұрғаныңыздай, біздің түбірлеріміз 3-тен 1 және 3 болады екен. Және де екеуі де бізде оң сан. Ал қазір осы теңдеуімізді біз өрнектесек те, бірдей осындай түбірлерді алатынымызды дәлелдеп көрсетейін. Мына жерде тұрған алғашқы коэффициентіміз, яғни минус 3 ұнамауы мүмкін. Біз оны минус 1-ге көбейту арқылы плюс етіп алсақ болады. Сол кезде теңдеуіміздегі коэффициенттер қарама-қарсы таңбаға ауысып, бізде 3х квадрат азайтылған 10х қосылған 3 тең 0 теңдеуі болады екен. Теңдеуіміздің түрі осындай болған кезде бізде a тең 3, b тең минус 10, с бізде 3-ке тең болады екен. Енді жазғанымызды формуланың орнына қойсақ, бізде минус b, мұқият болыңыз, минус 10, ол бізде плюс 10-ды береді, плюс минус түбір асты b квадрат, яғни минус 10-ның квадраты ол бізде 100, азайтылған 4ac, яғни 4 көбейтілген 3 көбейтілген 3, ол бізде 36-ны береді. Осылайша ол бізде 10 плюс минус түбір астынан бізде 64 шығады, ал ол бізде 8-ге тең. Бөлшектің бөлімінде бізде 6 болады. Сонда біз x-ымыз 10 қосылған 8 бөлінген 6, ол бізде 3, және x-ымыз бізде 10 азайтылған 8, ол бізде 2, 2 бөлінген 6-ны біз 3-тен 1 деп жазып алсақ болады екен. Және көріп тұрғаныңыздай, бізде жауаптарымыз бірдей болып шықты.